Балалар жылында өңірде жаңа мектептер бой көтеруде. Bir ғана Қазталов ауданында биыл 3 мектепте күрделі жөндеу жүргізілсе, тағы 3 нысанның құрылысы басталған. Бірақ құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты бірқатар жұмыстарда кедеріс бар. Соған қарамастан қажетті жоспарлы жұмыстар жалғасуда. Мәселен, аудан орталығында қазір 600 орындық жаңа мектептің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Оны жыл соңына дейін пайдалануға беру жоспарланып отыр. Сонымен қатар ауданымызда 3 мектеп құрылыс жүріп жатыр. Олар жаңағы Стародық ауылындағы мектеп құрылысы, 60 орындық Жылжы ауылындағы мектеп құрылысы, және мына Қазталов ауылындағы 600 орындық мектеп құрылысы Алмарозбай атындағы. Осы Алмарозбай атындағы мектепке 600 орындық мектепке тоқталатын болсақ, бұл жұмыстар былтыр құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Себебі жаңағы құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты. Қазіргі таңда областной бюджеттік комиссиядан мемлекет қолдау көрсетіп, қосымша 812 миллион ақша қаражат бөлгізіп, осы тамыз айында құрылыс жұмыстары қайттан басталды. Шалғай ауданда бұдан бөлекте атқарылған жұмыстар бар. Жалпақтал ауылында мектеп ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 1 қыркүйекте балалар жаңаланған мектеп партасына жайғасты. Аудан басшысы Рүстем Жусылқашев жаңа мектептер барлық стандарттарға сай екенін атап өтті. Бөліп айтатын болсақ, 6 білім нысанында құрылыс жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. 3-і жаңа құрылыс, 3-і жөндеу жұмыстары, күрделі жөндеу жұмыстары. 4 бағытта газдандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол 16 шағын елді мекенді осы қараша айларына дейін газ апарып беріп, бұл жұмыстарды аяқтауымыз керек. 16 елді мекен. Айта кетейік, бүгінде республикада 7,5 мыңнан астам мектеп жұмыс жасаса, онда 3,5 миллионнан астам шәкірт білім алуда.